Жақыннан келген құда жекжаттар, бауырлар, апа жезделер, аға жеңгелер, іні келіндер, бәріңізде қош келдіңіздер. Даңшоңайлардың әулетінің мерекесіне бүгін үш құдалық болып жатыр. Үш әулеттің ең жүрекке жақын, жүректес, тілектес адамдары осы дастарханның басынан табылып жатыр. Енді тойымыз тойғыласа берсін. Жаңа Гүлсім апамыз бірталай әдемі өлеңдермен әдемі тілектерін өлең арқылы жеткізіп жатыр. Бәрі де құтты болсын, бәрі де сәтті болсын дегім келеді. Алыстан арбалап, дорбалап келген құдалар, сіздерге де қош келдіңіздер деймін. Керемет, бәрінің көңілі жайсан, өзіміздің ауылдың құдаларымыз, өзіміздің осы жергілікті құдаларымыз, сіздерге де қош келдіңіз деймін. Мен өзім Қанағаттың немере апасымын, Қанағаттың әкесінің інісінің қыздарымыз біз. Мен сосын Жәния деген Гүлсім апамыз, үшеуміз бір анадан бір әкеден туылған қыздарымыз. Ең кіші сіңіліміз жұмыс жағдайымен ауылда жоқ. Ағаң Қалдықожа ағамыз бар, төрде отырған. Бағана үлкендердің арасында тосқа шығып тілек айтты. Жеңгеміз бар Балсара, ол да шықты бағана. Содан кейін үлкен ағамыз, ең үлкен ағамыз өмірден озған, соның ұлдары отыр, келіндері отыр. Хамит, Рашид жұмыста, Жұмагүл, Гүлима, бала шағаларымен бәрі осы жерде. Енді Қанағат, Алима, Сәнияш, Сәнибаш, Амантай, Берекет. Енді бір-біріңізден бөліп жармай-ақ қояйын, бәріңізге де айтарым. Тойларыңыз құтты болсын бүгінгі. Бүгін құдалық емес, үйлену той сияқты керемет, жақсы көңілде өтіп жатыр. Біздер қыздар тілекшіміз, өзіміздің төркініміздің осындай әдемі салтанатты сарайда осындай бірнеше адамдардың басын қосып, бәрін қонақ қылып, абыроймен өткізіп жатқанына денсаулық тілеймін. Келіндеріңіз бен ұлдарыңыз тәрбиелі де, абыройлы да, тамаша, басқа халыққа үлгі болатындай ұл менен келін болсын дегім келеді. Ұлдарым, екі інім менің өзінің қайын жұртына сыйлы күйеу бала болсын дегім келеді. Келіндеріміз біздің ауылдың алдыңғы қатарлы үлгілі келіндері болсын дегіміз келеді. Былай да жақсы ғой келіндер. Аспанымыз ашық болсын, дұшпанымыз жоқ болсын. Мына құдағайда тұр екен мына жерде. Кімнің? Айзаданың мамасысыз, құтты болсын сізге де. Бағанадан бері осы жерде осы атсалысып жүгіріп, тілек тыңдап, бірігіп тұрсыз. Сізге де құтты болсын дегім келеді. Балаңыз бақытты болсын дегім келеді. Индерден келген құдағайға да айтарым, сол Арай деген сондай өзі аты қандай сондай жүгіріп жүретін, келін шауып, билеп, сөйтіп жүреді біздің алдымызда. Кәдімгі қаңбақ, жел үрлесе қаңбақ ұшып кетейін жүрген сияқты өзі. Бағанада келіп, мына жақтан нені көтеріп, биді көтеріп, сөйтіп кетті жүгіріп. Балаларымыз бақытты болсын, мерекелі де берекелі болсын шаңырақтарыңыз. Мама папаңыздың шаңырағын шайқалтпай, осы артың көрінген бала ол қыздарыңызды жақсылап тәрбиелеп, қияспен тайдырдың баласы қандай, қияспен тайдырдың немерелерін ай дегендей, сондай сүйсінетіндей үлгілі тәрбиелі семья болыңыздар деймін. Көрінген кішкентай сәбилер аман болсын деймін. Іңгәлап өмірге келетін сәбилеріміз көп болсын деймін. Алла тағаланың бізге берер сыйы мол болсын дегім келеді. Тек басымыз аман болсын, заманымыз тыныш болсын. Алыстан жақыннан келген құдалар, бәріңіздің үйіңізде де той болсын дегім келеді. Ұлымыз ұяға, қызымыз қияға ұшсын. Ауылымыз тек тойда шаршайық, тойда кездесейік. Шоңайлардан кейін сөйлеудің өзі қайтем дейді. Біраз әңгіме айтып жатырмыздар. Ал енді мына құдалар қош келдіңіздер енді. Мына жерде жаңа енді мен мына Қанағаттың жезесімен апаларын таныстырып жатыр ғой. Бұл жерде Сәнибаш, менің жолдасым бұл жерде. Енді тағы да екі бажам бар еді. Олар енді Шоңайға беріп кеткен, Шоңай болып шығып кетті мана басында. Мен апа жезді бол законы шығып тұрмын. Ойды айт деген, жарайсың. Ал енді Қанағат, Әлима, құдаларыңыз оң болсын, құдағайдар, құдалар, мына балдар тату-тәтті болсын. Осы бәріміздің де осылай басымыздың бірігіп, осылай бас қосуымыз, осы жастардың бас қосуының арқасы ғой. Осы балдар тату-тәтті болсын. Осылардың қызығына тоймайық. Сол балдар жақсы болса, біздер осының айналасында жүреміз ғой. Тойымыз той қыласын,
Bir-birimizden quvonchli kunlarimiz ko'p bo'lsin. Құрметті құдалар, құдағайлар, құдашалар, құда балалар, бәріңіз де қош келдіңіздер. Тебесін мен мамам айтатын еді, әрбіреуің әрбір малдың иесісіңдер, әрбір малдың қонағасын тұтынатын адамсыздар деп. Сол айтқандай, бірің жал, бірің жая, бәріңіз де біздер үшін өте үлкен құрметті қонақтардың бірісіздер. Бүгін менің мамам мен папамның шаңырағындағы Қанағат пен Алиманың үлкен құдалығы өтіп жатыр. Қанағаттың ақиқаты Тебесін папым көре қалды. Менің ақиқатым деп Қанағаттан да жаңағы бетер жақсы көретін еді. Сөйтіп жүрген ақиқаттың мынау қайын жұрты келіп жатыр Атыраудан. Біздер бардық, таныстық, көрістік, білістік. Мынау енді құдалықтың бір сәті түсіп, бүгін сіздермен де құда есебінде шақырысып, араласып жатырмыз. Сонымен бірге өзіміздің ауылдасымыз, кішкентайымыздан бірге өскен, мынау Беріштіден келген құдалар, сіздермен де бүгін құдалықтың сәті болып жатыр. Қадамдарымыз құтты болсын. Тебесін мен мамам айтады деп, жақсы, біздер Шумай ауылы жақыннан жақсыны жатқа бермейік деп, жақын өзіміз ұнататын жерден қызды келінді аламыз, қызды соған береміз деп. Солай айтқандай, жақын жерден алып, танитын адамнан құда болдық деп өте қуанып жатырмыз. Құда болып, түйіншегімізді алып барған кезде бізге алдымыздан шашуын шашып шыққан, алдымыздан қарсы алып шыққан, Жамал бастаған, Тотай апа бастаған құдағайларымыз алдымыздан шыққан кезде біздің әкеміздің, шешеміздің аруағын сыйлаған үшін, бізді сыйлаған үшін жасымыз кіші болса да жалы биіктеп біздің алдымыздан шашуын шашып шыққан үшін біз өте қуандық, риза болдық. Бұл бәрі біздің әкеміз бен шешеміздің көрген бізге тастап кеткен ризалық екен деп өте қуанғанбыз. Сол әкеміздің, шешеміздің бүгінгі Қанағатының құдалығында өте қуанып тұрмыз. Алла тағала тіл көзден аман болайық. Аллаға сансыз шүкір айтамын. Бауырымыз әрқашанда осындай бүтін болып, басымыз бір болып, құдалығымыз мың жылдық болсын. Ал жаңа тағы айтып кеттім, бірің жал, бірің жая дегенде көздерін мөлдіреп отырған құда балалар, құдашалар, құдағайлар, құдағай келіндер, бәрі сәлем етіп отырған келіндеріміз. Әрқашанда арамызда тек қана сыйластық болсын, сәлеміміз үзілмесін, әрқашанда тойда кездесейік. Атыраудан келген құдағайлар өте әдемі әңгімесін айтып жатыр. Жалпы қыз бала тілекші дейміз ғой, сол қыздар тілектеріңізді айтып жатырсыздар, соның барлығы орындала берсін. Жаңа Тотай апам айтып кетті ғой, мен Орынбасар деген кісінің бөлесімін деп. Мен жаңа ағамды айт деп едім, Орынбасар деген ағамның қыздары, мынау мінеки үлкен апамыз, Жамал апа, Және апа деген жаңағы. Мына қыздар мінеки Тотай апа дұрыстап танысып алыңыз. Мінеки. Ал сонымен бірге шақыра берсек адам көп. Тонның ішкі бауындай деген Алла тағаланың бұйрығыменен осы сіздер мен біздердің құдалығымызда бірге болып, біздердің арнаған керемет асымыздан дәм тату сіздерге бұйырған екен. Солардың ішінде бүгін біздің әрі бөлеміз. Тебесін менің Тайдыр мамамның туған сіңлісі, Ителгі деген сіңлісі, соның кішкентай бір Абат деген баласы бірге өскен, соның келіншегі келіп отыр. Ал қазір сол сөйлейді. Өзі әрі нағашымыз Руы Қожа, нағашымыздың қызы, бірақ нағашымыздың қызы бола тұрса да, бөлемізге келін болды деп бізге сәлем еткен бір жағы нағашымыздың қызы. Бүгінгі құдалық оң болсын. Құдалар төрден алған орындарымыз құтты болсын. Осындай құдалығымыз жақсы күндерден бастап жылдарға ұласа берсін. Балдардың басынан бақ таймасын, ешқашан жұптары жазылмасын, тату тәтті болсын, төрт құбылас түгел, елге сыйлы, кең пейілді, ақылы мен иманы тең, тату тәтті, үбірлі шүбірлі, өсіп өнген үлкен отбасы болсын. Той қыласын.